Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия Чинтемирова. Каналыма қош келдіңіздер. Осы каналымда түрлі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода мен монетизация дегеніміз не? Сол туралы айтатын боламын. Монетизация дегеніміз ол сіздің YouTube каналыңыздағы видеоларға қойылатын реклама. Яғни ол реклама не үшін қойылады? Егер сіз YouTube каналыңызды ашып, тұрақты түрде видео жүктейтін болсаңыз, YouTube'тың талаптарын орындасаңыз, яғни каналыңызда 4000 сағат қаралым жиналса және 1000 оқырман жиналса, сізге монетизация қосу мүмкіндігі туралы хат келеді. Сол хат бойынша сіз каналыңызға монетизация қоса аласыз. Яғни барлық видеоларыңызға реклама қосылады. Сол қосылған реклама бойынша YouTube сізге әр айдың 20-25 аралығында ақша төлейтін болады. Енді бұл жерде әр каналға әр түрлі ақша төленеді. Себебі сіздің жаңағы рекламаға кім пропустить кнопкасын басты, кім рекламаның сілтемесіне кірді, және сол жерде қызметті кім алды, немесе қандай да бір өнімді сатып алды ма, соны барлығы саналады. Оны YouTube өзі санап, сізге ай сайынғы жалақыңызды төлейтін болады. Монетизация қосылу үшін тек қана 4000 сағат қаралым және 1000 оқырман ғана керек емес. Ең бастысы, сіз YouTube'тың ережелерін бұзбау керексіз. Және каналыңызда ешқандай ескертулер болмау керек. Соның барлығын YouTube тексереді. Тексергеннен кейін сіз Google AdSense'ке өтіп, өзіңіз туралы барлық ақпаратты толтырасыз. Яғни мекен-жайыңызды жазасыз, қалаңыздың индексін жазасыз. Содан кейін сізге почта арқылы 1-2 айдың ішінде пин-код келеді. Сол пин-кодты YouTube'қа енгізесіз. Енгізгеннен кейін банк картасын тіркеуге рұқсат беріледі. Банк картасын тіркегеннен кейін сізге ақша түсетін болады. Бұл жерде де айта кететін нәрсе, сізге ақша тек $100 болғаннан кейін ғана түседі. Егер $100 болмаса, ол жиналып тұра береді. Келесі айға өтеді. Келесі айда $100 болса, сол кезде ғана сізге ақша түсетін болады. Каналыңыздағы монетизация бөлімін қалай көруге болады? Ол үшін YouTube каналыңызға кіресіз, творческий студияға кіресіз, содан кейін монетизация бөліміне кіріп, каналыңызда қанша сағат қаралым және оқырман саны қанша болғанын көре аласыз. Яғни үнемі сол жерден қарап отырсаңыз, 4000 сағат қаралым жиналғаннан кейін және 1000 оқырман жиналғаннан кейін астындағы подать заявку дегенді басу арқылы монетизацияны қоса аласыз. Монетизация дегеніміз не? Монетизацияны қалай көруге болады және монетизация қосу үшін не істеу керек? Соның барлығын қысқаша айттым. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да қандай тақырыпта видеолар көргілеріңіз келеді, осы видеоның астына комментарийға жазып кетіңіздер. Мен барлығын оқимын және сол бойынша алдағы уақытта видео түсіретін боламын. Баршаңызға рахмет. Барлықтарыңыз тезірек YouTube канал ашып, монетизацияға жетулеріңізді тілеймін.